Жауынгерлік достықта ең басты нәрсе өзара түсіністік, адамның адамгершілігін құрметтеп, сыйлай білушілік, жолдасының ерлігін әділ түрде мадақтай көтере білуге ұмтылушылық, сөйтіп өзінің де ірі қаһармандық істер жасауға құлшына білушілік болмақ. 57. Қолбасшының атқаратын міндеттері қыруар. Олардың ішіндегі ең маңыздысы жауынгерлерді достыққа тәрбиелеу мен достыққа қарым-қатынасты орнықтыру және жолдастық байланыстарды бөлімшелердің бірлігін нығайту. Әскери бөлімнің күші жауынгерлік достық пен бірлікте, ынтымақтастықта. 58. Ақыл таниды, анықтайды, тапсырма береді, жоспарлайды, іс-қимылдың әдіс-тәсілдерін және мақсатқа жету жолдарын айқындайды. 59. Сенімділік бұл заттар мен құбылыстар туралы қолданған іс-әрекеттер туралы нақты ұғым қалыптастыра отырып, нәтижесін болжай алу деген түсінік. Сенімділік табысқа жету деген құлшынысты арттырады, ойға қуат береді, әбден айқындалған әмір беруге немесе жеке іс-қимылға шақырады, яғни дереу әрекет жасауға итермелейді. 60. Күдік алға әсерді толық әрі айқын сезіне алмаудың, түсіне және өңдей алмаудың салдарынан көргенсіздікке ұшырау. Күдік қорқыныштың бір түрі. Соғыста толқу бір нәрсеге шешіліп тәуекел ете қоюға, бір нәрсеге әрекет қылуға мүмкіндік бере қоймайтын, көбіне сасқалақтап, асып-сасуға дейін жеткізетін өте қауіпті, көбіне залалды, астан-кестен болған ішкі дүниенің күйі жаңыла бастаған адам басқаларды да есінен жаңылыстырады. Бауыржан Момышұлы, Қолбасшы күнделігі.